Құрметті білім алушылар, туризм инфрақұрылымы курсына қош келдіңіздер. Мен Әбеуханова Еркежан Бақытбековна, экономикалық ғылымдар магистрі, туризм және сервис кафедрасының сеньор лекторымын. Бірінші дәрісіміз тақырыбы инфрақұрылым тұжырымдамасы, туризмдегі өндірістік және әлеуметтік инфрақұрылым. Дәрістің мақсаты инфрақұрылым ұғымының мәнін ашу, туризм саласындағы инфрақұрылымның маңызын түсіндіру, өндірістік және әлеуметтік инфрақұрылымның туризмдегі рөлін талдау, туристік қызметтің тиімділігіне инфрақұрылымның әсерін анықтау. Дәрістің жоспары: бірінші, инфрақұрылым ұғымы мен оның мәні. Екінші, туризмдегі инфрақұрылымның құрылымы. Үшінші, туризм инфрақұрылымының маңызы. Инфрақұрылым латын тілінен аударғанда инфра төмен, структура құрылым деген ұғымды білдіреді. Бұл экономикалық және әлеуметтік қызметкердің қалыпты жұмыс істеуіне, қоғам мен шаруашылықтың дамуына қажетті жағдайлар жасайтын салалар мен объектілердің жиынтығы. Инфрақұрылым экономиканың барлық салаларының қаңқасы, өндіріс пен қоғам өмірінің үздіксіз дамуын қамтамасыз ететін негіз. Туризм инфрақұрылымы туристік индустрияның материалдық техникалық базасы. Туризм саласы көп салалы кешен. Оның тиімділігі инфрақұрылым деңгейіне байланысты. Инфрақұрылымсыз туризм тек әлеует түрінде ғана болады. Ол нақты өнімге айналмайды. Инфрақұрылымның тарихи дамуына қысқаша шолу жасайтын болсақ, 20 ғасырдың басында инфрақұрылым ұғымы алғаш рет әскери және көліктік жүйелерге қатысты қолданылды. 1950-1970 жылдары экономикалық ғылымда өндірістік инфрақұрылым түсінігі орнықты. 1990 жылдан кейін туризм инфрақұрылымы бөлек зерттеу нысанына айналды. Қазіргі кезеңде цифрлық инфрақұрылым, оның ішінде онлайн брондау, электронды карталар, смарт туризм маңызды бағыт болып отыр. Туризм күрделі әлеуметтік экономикалық жүйе. Оның құрамдас бөліктері табиғи және мәдени ресурстар, туристік инфрақұрылым, еңбек ресурстары, оның ішінде қызмет көрсетушілер, басқару және маркетинг жүйесі. Инфрақұрылым осы жүйенің байланыстырушы негізі болып табылады. Ол барлық компоненттерді тұтас механизмге біріктіреді. Инфрақұрылымның негізгі белгілері қоғамның барлық салаларына қызмет көрсетеді. Өнім өндірмейді, бірақ өндіріс пен қызмет көрсетуді қамтамасыз етеді. Материалдық және материалдық емес элементтерден тұрады. Аймақтық және ұлттық деңгейді қамтиды. Инфрақұрылымның түрлеріне келетін болсақ, жалпы алғанда инфрақұрылым екіге бөлінеді. Біріншісі өндірістік инфрақұрылым. Бұл өндіріс процесіндегі тиімді және үздіксіз жүргізілуін қамтамасыз ететін салалар мен объектілер жүйесі. Өндірістік инфрақұрылымға жататындар: көлік және байланыс жүйесі, жолдар, әуежайлар, теміржол, порттар, интернет, байланыс желілері, энергиямен қамтамасыз ету. Бұл электр, газ, су, жылу жүйелері, инженерлік құрылыстар, құбырлар, су тарту, кәріз жүйелері. Сонымен қатар қоймалар, логистикалық орталықтар, туристік нысандарды байланыстыратын жол желісі жатады. Өндірістік инфрақұрылымның мақсаты туризм саласында туристік ағымның қозғалысын, көлік қатынасын, қонақ үйлер мен демалыс аймақтарын ресурспен қамтамасыз етуді жүзеге асырады. Әлеуметтік инфрақұрылым бұл адамның өмір сүру деңгейін, тұрмыс жағдайын, мәдени және рухани қажеттіліктерін қамтамасыз ететін жүйе. Әлеуметтік инфрақұрылымға жататындар:
қонақ үй, мотель, хостел, пансионат жүйесі. Қоғамдық тамақтану орындары, мейрамхана, кафе, асхана. Денсаулық сақтау және қауіпсіздік қызметкері. Бұл медпункт, полиция, құтқару қызметі. Мәдени және ойын-сауық объектілері. Театр, мұражай, этнопарк, демалыс аймақтары. Білім беру және ақпараттық орталықтар. Тұрғын үй, әлеуметтік қызмет көрсету нысандары жатады. Әлеуметтік инфрақұрылымның мақсаты туристердің демалысын, қауіпсіздігін, жайлылығын және мәдени қажеттіліктерін қамтамасыз ету. Туристік инфрақұрылым туристік қызмет көрсетуді, демалысты, қозғалысты қамтамасыз ететін материалдық, техникалық, әлеуметтік кешен. Туристік инфрақұрылымның элементтерін атап өтетін болсақ, бірінші, бұл туристік кәсіпорындар, яғни турфирмалар, агенттіктер, туроператорлар. Екіншіден, тасымалдау инфрақұрылымы, көлік түрлері бойынша, әуе, теміржол, автокөлік, теңіз, өзен. Үшінші, орналастыру құралдары, қонақ үй, мотельдер, пансионаттар, кемпингтар. Тамақтандыру орындары, мейрамханалар, кафе, ұлттық асханалар. Бесінші, рекреациялық нысандар, демалыс базалары, сауықтыру орталықтары, курорттар. Алтыншы, мәдени және ойын-сауық объектілері, музейлер, көрмелер, фестивальдер. Жетінші, ақпараттық инфрақұрылым, интернет, гид қызметтер, туризм ақпарат орталықтары. Сегізінші, қауіпсіздік және медициналық қызметтер. Бұл атап өткендеріміздің барлығы туристік инфрақұрылымның элементтері. Туризм инфрақұрылымының қызметтеріне келетін болсақ, бірінші, қамтамасыз ету қызметі. Яғни, туристердің қозғалысын, орналастырылуын, тамақтануын ұйымдастырады. Келесі қызметі қолдау қызметі. Туризмнің дамуы үшін материалдық базаны құрады. Келесі қызмет әлеуметтік қызмет. Туристердің мәдени және рухани қажеттіліктерін қанағаттандырады. Келесі қызметі экономикалық қызметі. Жаңа жұмыс орындарын ашу, аймақтың табысын арттыру. Келесі қызметі интеграциялық қызмет. Аймақтар мен елдерді байланыстырады. Туризм инфрақұрылымының маңыздылығына келетін болсақ, бұл туристік қызметтің тиімді дамуының негізі. Туризм индустриясының қаңқасы болып табылады. Ол туристердің қозғалысын, демалысын, орналасуын және қауіпсіздігін толықтай қамтамасыз етеді. Инфрақұрылымсыз туризм тек әлеует түрінде ғана болады деп айттық. Яғни, нақты экономикалық және әлеуметтік пайда әкелмейді. Экономикалық маңыздылығын қарастыратын болсақ, аймақтың экономикалық дамуына серпін береді. Туризм инфрақұрылымының дамуы сол елдің жолдары, қонақ үйлері, тамақтану орындары, көлік жүйесі арқылы жаңа жұмыс орындарын ашу және жергілікті кәсіпкерлікті қолдау. Инвестиция тарту. Яғни, инфрақұрылымы жақсы дамыған аймақтар инвесторлар үшін тартымды болып табылады. Бюджет кірісін арттыру. Туризм арқылы салық түсімдері, қызмет көрсету саласынан табыс көзі көбейеді. Көп салалы әсер етуі құрылыс, көлік, ауыл шаруашылығы, сауда, байланыс және басқа да салалардың дамуына ықпал етеді. Әлеуметтік маңыздылығы. Мұнда халықтың өмір сүру деңгейін жақсартады. Туристік нысандардың маңайында әлеуметтік инфрақұрылымдар, жол, байланыс, денсаулық сақтау, мәдениет объектілері дамиды. Жаңа жұмыс орындары ашылады. Қызмет көрсету, көлік, қонақ үй бизнесі, гид қызметі сияқты салаларда жұмыс орындары көбейеді. Мәдени алмасуға ықпал етеді.
туристер мен жергілікті халық арасында байланыс, мәдени, тілдік және дәстүрлік түсіністікті арттырады. Аймақтық теңсіздікті азайтады. Туристік инфрақұрылым шалғай аймақтарды дамытуға мүмкіндік береді. Әлеуметтік мәдени және имидждік маңыздылығы. Елдің халықаралық беделін көтереді. Дамыған туристік инфрақұрылым мемлекеттің тартымды имиджінің көрсеткіші. Мәдени мұраны сақтау және таныстыруға ықпал етеді. Туристік инфрақұрылым мәдени ескерткіштер мен табиғи нысандарды қорғауға, жаңартуға жағдай жасайды. Аймақтық брендті қалыптастырады. Туристік орталықтар елдің немесе өңірдің визит карточкасына айналады. Мысалы, Түркістан, Бурабай, Алматы тау кластерларын атап өтуге болады. Туризмнің тұрақты дамуға әсері. Инфрақұрылым туризмнің маусымдылығын азайтып, туристік ағымды жыл бойы тұрақтандыруға мүмкіндік береді. Экологиялық инфрақұрылым элементтерін таза энергия, қалдықтарды басқару, жасыл көлік, тұрақты туризм қағидаларын іске асырады. Цифрлық инфрақұрылым, онлайн брондау, мобильді қосымшалар, смарт технологиялар туристердің қол жетімділігін арттырады. Қазақстанда туризм инфрақұрылымының дамуы елдің экономикалық әр тараптануына және өңірлік дамуына ықпал етіп жатыр. Оның негізгі бағыттары: көлік жүйесін жетілдіру, әуежайлар, жолдар, теміржол тораптары жасалып жатыр. Қонақүй және сапа сервисін арттыру. Бұл халықаралық стандарттарға сай қызметті көрсетіп жатыр. Ақпараттық инфрақұрылым бойынша Визит Қазақстан платформалары, цифрлық туризм жүйелері енгізіліп жатыр. Мәдени және табиғи нысандарды қалпына келтіру, ұлттық парктер, этноауылдар жасалып жатыр. Кадр даярлау, туризм менеджері, гид, сервис мамандарды оқыту қолға алынып жатыр. Туризм инфрақұрылымы ол туризм индустриясының дамуының негізгі алғы шарты. Ол экономикалық өсімге ықпал етеді, аймақтардың әлеуметтік және мәдени дамуын жеделдетеді, елдің туристік тартымдылығын арттырады, тұрақты және бәсекеге қабілетті туризмнің дамуын қамтамасыз етеді. Туризм саласында инфрақұрылымның дамуы туристік ағын көлемін арттырады, аймақтың инвестициялық тартымдылығын күшейтеді, жергілікті халықтың әлеуметтік жағдайын жақсартады, халықаралық және ішкі туризмді ынталандырады. Сонымен қатар елдің имиджін көтереді. Туризм дамуының негізгі бағыттары. Қазақстан мысалы бойынша айтатын болсақ, көлік қатынастарын жетілдіру, әуежайлар мен жол сапасын арттыру, қонақүй және сервис сапасын жақсарту, халықаралық стандарттарға сәйкестендіру, ақпараттық инфрақұрылымды дамыту, цифрлық сервистер, онлайн брондау жүйелері толықтай енгізіліп жатыр. Мәдени және табиғи нысандарды қалпына келтіру, ұлттық парктер, этноауылдарды жасап жатыр. Жергілікті кадрларды даярлау, туризм менеджменті, гид, сервис мамандарын атап өтуге болады. Инфрақұрылым туризм индустриясының негізі. Өндірістік инфрақұрылым бұл туристік қызметтің техникалық және экономикалық шарттарын қамтамасыз ететін болса, әлеуметтік инфрақұрылым туристердің жайлылығы мен қауіпсіздігіне жауап береді. Туризмнің тұрақты дамуы инфрақұрылымның дамуына тікелей байланысты. Осымен дәрісіміз аяқталды. Дәрістің соңында сіздерге бақылау сұрақтары берілген. Дәріс бойынша дайындалып,
бақылау сұрақтарына жауап беруге болады. Назарларыңызға рахмет.